өте жақсы. Түсіріп нететін міне. Иә. Не. Мынандай қылады, түсіріледі. Көтеріледі. Өте адамның бойына ыңғайлайды. Егер бойың ұзын болса, көтеріп нетесің. Өте жақсы нәрсе бұл. Көп мына простой нелер. Мынаның бір жақсы жері мына қараш достар, мына жерде замок екен да, мынау замок міне. SRS Airbag дейді мына жерде, яғни Airbag бар екен мына жерде. Яғни Құдай сақтасын бір не болған жағдайда мына жерден достар Airbag, яғни қауіпсіздік жастықша мына жерден шығады бізде. Яғни SRS Airbag деген бір жақсы жер достар міне. Замок екен, егер мынау шаң кір болған кезде, алып жуып қайтадан салуға. Міне тағы бір көрсетіп кетейін, мына камерам алып тұрмын, мына жерде де бар міне. SRS Airbag деген көрдіңіздер ғой, міне мына жерде де егер Құдай сақтасын бір аварияға түсіп қалған жағдайда мына жерден де жастықша былай шығады достар. Мынау не міне бізде мынау не артқы ол енді кілт қосылғанда жанады, қазір жанбай тұр. Міне осындай достар бізде, осындай. Қазір артын ашып көрсетемін мен сіздерге. Керемет бізде міне төбесі мынадай бізде міне достар. Symmetrical деген бұл не камерам алмай тұр, міне Symmetrical AVD дейді. Артқы фарамыз бізде мынандай міне. Өте керемет LED фарлар, LED деймі, егер қате айтқан болсам кешіресіз достар, осылай міне. Өте керемет Forester міне. Көл автоның міне ресми телефон нөмірі Ақтөбе қаласындағы міне Subaru. Көл авто Subaru деген автосалондікі міне. Егер автокөлік керек болса, осыны қоңырау соқсаңыз, осы нөмірге сіздерге осында салондағы менеджерлер толық сіздерге түсіндіріп, ағыл кеңес береді достар. 56 16 11 Forester. Енді артын ашып көрейік достар. Қалай ашылады? Бұл өзіміз ашады екенбіз достар. Көрдіңіздер ғой міне. Бізде мында камера артында міне нөмір жарытатын. Задний бізде камера жоқ. Камера жоқ екен, орны бар міне, көрініп тұрсыз. Орны бар, камера жоқ. Бізде бұл электрический емес екен, қолмен ашылып жабылады. Алдың ана салон, көрдің, ана комплектация электрический жабылатын еді артық. Достар, міне мынау ілгіштері міне түрлі. Міне осыдан бастайық міне. Сетка анау мынау кейін салғанда іліп қоясыздар. Міне мынау өте бұл жақсы нәрсе міне. Яғни міне прикуриватель міне, көрдіңіздер ғой. 12 волттық. 12 волтта неше камера. 12 волттық міне. Мынау да ілгіш, өте керемет. Достар, мында деді міне. Бұл да тартып тұратыны міне. Бұлай. Мына жер пластмасс, мына жер борсовый материал дейді да, сондай. Мына жер жаңағы крючок, бізде мына ілгіш, мына жер ілгіш. Мына жақтарда пластмасс бізде бәрі, достарым. Мына жақтарда бәрі пластмасс. Ане көрініп тұр ғой, мынандай материал. Ал енді мына бір ашып көрейік біздер достар. Былай көрсек керемет екен. Мына жағын не көрдіңіздер ғой достар. Анандай бізде міне. Мынау кілт.
Қазір бұны біз нетейік. Запасканы көрсетейін сіздерге достар. Міне запаска бізде. Запаска өте керемет бізде міне достар. Домкрат, мына крючок, буксировочный дейді, тартатын, алдында болады, ана отвертка бар. 17-лік. Бұның размері достар міне 185-65 R17 дейді. Запаска болуын бізде. Темпорери ма қалай бізде? Алдыңғы ана өзінің 4 тоғалағы фирменный Bridgestone еді. Мынау енді басқаша. Temporary дейді. Temporary use only дейді. Запаска осындай бізде достар. Осындай міне көргеніңіздей запаска. Домкрат өте ғажайып жақсы екен. Міне былай жабылады, былай қойылады. Тегіс өте керемет ғажайып екен. Енді мынаны былай қалай бұл тартылады бізде? Былай тартыла ма? Мынау. Достар, көріп тұрсыздар ма? Артқана жауып нететіндікі, жауып тұрып, былай қоямыз, жауып қоямыз былай. Былай еткенде ашылады болған. Керемет. Өте жақсы. Артынан көрсетейін сіздерге тағы да бір. Камерам алар ма екен? Телефонға түсіріп, сол себепті алмауы мүмкін ғой. Рискс. Көрілді ма? Қозғамай біріне кейін асты. Біз жаңағы буксировочный деген мына жерге салынады достар. Міне мынау алынып, өсерген етіп, білесіздер ғой, мына жерде тығып бұралады. Сол кезде тартуға да болады. Бұл алдында да болады, артта да болады. Өте жақсы керемет. Биік екен бізде мына жері. Мына несі өте керемет. Кегісті мынандай биік несі жоқ. Өте бір керемет екен достар. Мына ішін міне өздеріңіз көргендей бәрі полностью міне бізде пластмасса, барлығы толық бізде пластмасса, яғни темір көрініп тұрған жоқ бізде достар, темір жоқ, толық пластмасса достар. Мен жабайық енді. Жабылды. Жабылмады ма? Жабылды енді Форестер бізде достар. Артқы несі мұнда. Осындай достар. Форестер көлігіміз осы бізде достар. Кең жағынан бір көрсетейін сіздерге. Форестер көлігі бізде. Анау да Форестер, серый түсі серый, күлгінсі бет, түсі. Мынау түсі ақ түсі. Ақ түсі өте жақсы болады деп ойлаймын, себебі ақ түсі маған өзіме ұнайды. Ақ түсі көбдеген ұнайды деп өзім ойдам. Дискілерін көрдіңіздер ме достар? Мына дискі менен екеуінің комплектациясы бар. Мына дискі көрдіңіздер ғой, бірдей. Дискілер бірдей. Өте керемет. Өте керемет бізде достар. Өте керемет бізде достар.
Forester bizde. Bizde. Қазір алдыңғы немді ашып көрсетейін сіздерге мына жағын. Толық ашылуын сіздерге көрсетейін. Міне бұлай толық ашылады есік. Міне достар, есік толық ашылуы міне бұлай ашылады есік бізде достар. Міне алдыңғы неміз бізде. Өте ажайып. Мына пассажир жағынікі достар электрический емес. Көрдіңіздер ғой, ана жақ электрический еді, мынау енді ондай электрический емес. Мынау қолмен нетіледі. Мына едегідей қолменен, бәрі қолменен жасалынады. Қазір мынаны көрейік. Нетіп кетеді, секіріп бай. Регулевкасы. Бұлай регулевкалап қойып ал. Мына жеріндегі достар жазуды мен. Мына жеріндегі жазуға бір қараңыздар достар мен. Көрдіңіздер ғой, бұл жерінде неше тілде жазылған. Warning. Ағылшын тілінде advertisement дейді. Неміс тілі ма, швед тілі ма, warning. Неміс тілі ма, Қытай тілі. Араб тілі, мына жерде орыс тілінде де жазылған. Вспомогательная боковая подушка безопасности без нанесения вреда дейді. Мында используйте сиденье теплее, міне көрініп тұр ғой достар. Міне бұл жерде қауіпсіздік, мына боковой жастықша туралы жазылған мында достар. Көрініп тұр ғой. Мында бізде парогымыз, астанамызында парог осындай. Өте әдемі түскен достар. Қара түсі қарады. Осындай жағдай достар бізде. Осындай. Осы Subaru бізде.